Жаңа конституция өздеріңіз көріп отырсыңдар, көптеген жаңашылдарға ие. Бұл жерде 77 бапқа өзгертулер енгізілді. Бұл 84% деп көріп отырмыз. Енді бұл жерге жастарға келсек, бірнеше жылдар бойы жастармен жұмыс жасаймыз. Жастар елдің болашағы, бұл билік тұтқасы болашақ. Енді бұл жерде білім, ғылым, мәдениет, инновация туралы ерекше көңіл бөлінген. Бұл тек қана қазба байлықтар немесе минералды ресурстар емес, сонымен қатар адами капитал, азаматтардың жетістігі, ең негізгі осы сөз болды. Сол себептен мен ойлаймын, бүгінгі күнгі жастарымыз ол жан-жақты, білімді, ойшыл болса, олар міндетті түрде болашақта маман иесі болады, жан-жақты маман иесі. Және бүгінгі күні мен жастарға айтқым келетіні, бұл конституцияда негізгі көрініс алған цифрландыру, яғни барлық құқықтар ол цифрлық ортада қорғалуы. Бұл өте қажетті, себебі кез келген адамның оның бостандығы, құқықтары заңдармен бекітілген. Және осы жобада бүгінгі таңда осы технологияның даму кезеңінде цифрландыру ол жалпы өте бір өзекті. Соған байланысты барлық сайттар немесе әлеуметтік желілерде ол кез келген адамның қорғалуы, оның құқықтарына ешқандай зиян келтірмеу деген сияқты, оның барлығы осы конституцияда сөз болған. Мен ойлаймын, жастар конституциямен танысып, оның негізгі бөлімдерін қарап, баптарын оқып, өзіне қажетті барлық жақтарын түсіндіріп алады деп. Яғни осы бүгінгі түсіндіру барысында біз осы жастарға міндетті түрде білім ол өте қажет. Сонымен қатар біліммен бірге тәрбие. Яғни бұл жерде біз көріп отырмыз, мемлекет және дін ажыратылған, негізде көрсетілген. Яғни бұл білім беру, тәрбие ол зайырлы негізде, зайырлы мемлекет негізінде көрсетілген. Оның өзі де бұл конституцияда кез келген адамның таңдауы бар екендігі, білімге қол жетімдігі екендігі көрсетеді. Жастар, мен осы 20 жылдың үстінде университет қабырғасында алдында мыңдаған жастар өтеді. Үнемі айтатынымыз, тек қана бір ғана маман иесі болмай, қазіргі мына цифрландыру ортада өзін жан-жақты дамыту, осы болашақта кез келген маман, сұраныстағы маман болу үшін өз-өзін дамыту керек. Өз-өзін дамыту, бүгінгі міне жаңағы искусственный интеллект дейміз ғой, жасанды интеллект, ол өте қажет. Сонымен бірге осы барлығы жаңа технологияларды меңгеруге деген сияқты жастарға мүмкіндік бар. Ең бастысы білім алу қажеттігі.